Босанған соң әйелдер егер күтінбесе не болады? Дәл осындай халат киіп алып терлеу керек деп айтады. Не себептен? Себебі бірінші орында әрбір босанған әйел жаңа туылған бала секілді болады. Себебі оның бүкіл бұлшық еттері, бүкіл оның сүйектері, буындарын барлығы босаңсиды. Соның әсерінен бізге сол кезде мүлдем ауыр нәрсе көтеруге болмайды. Элементарно балаңыздың өзін ұзақ уақыт көтерудің өзі болмайды. Сондықтан емізетін кезде сіз жатып алып емізу керексіз, терлеу керексіз. Сізге құстың қанаты қаққан кездегі желдің соққанындай жел соғылмау керек. Неге? Себебі егер сіз сол кезде жақсы күтім жасайтын болсаңыз, босанғаннан кейін сізде төменгі жақтың белдің ауырсынуы болмайды. Одан кейін сізде постоянно выделение мазаламайды. Егер де жақсы күтім жасай алатындай болатын болсаңыз, сіздің маткаңызбен де, сіздің бүкіл ағзаңызбен де ешқандай проблема болмайды. Сол себептен міндетті түрде сіз босанғаннан кейін 40 күн берілген, сол 40